Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін 3-ші сыныптың математика пәні бойынша 3-ші тоқсандағы 95-ші сабақты қарастырамыз. Оның тақырыбы өзіңді тексер деп аталады екен. Егер алғаш каналға қосылып отырған болсаңдар, онда міндетті түрде подписация батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңдар. Енді өзіңді тексер бойынша бірінші тапсырма ол білу болып есептеледі екен. Яғни сендер өздерің жетістіктерінде тексерулерің керексіңдер. Бұл жерде екі теңдеу беріліп тұр екен. Осы екі теңдеуді шешуіміз қажет. Бұл каналда 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейінгі түгелдей математика пәні бойынша барлық тапсырмалар, ТЖБ, БЖБ-лар орындалады. Сол себепті сыныптастарыңменен, аға әпкелеріңменен ссылкасын бөлісуді ұмытпаңдар. Енді тапсырманы қарайық. 1-ші теңдеу бойынша ең алдымен 25-ті 5-ке бөліп аламыз. Сонда x көбейту 5 бізде 60 болады да. X-ті табу үшін 60-ті 5-ке бөліп 12 дейміз. Оны x-тің орнына қойып тексеруді жүргіземіз. Екіншісінде 14-ті 3-ке көбейтіп 42 деп, 42-ні 6-ға бөліп x-тен 7 деп таба аламыз да. Орнына қойып тексеруді жүргізеді екенбіз. Екінші тапсырма бізде түсіну. Бұнда қалдықпен бөлуді орында дейді. Онан кейін есептеуді тексер. Яғни дұрыстығын тексеру керек екен. Енді бұл жерді қарасақ 29 бөлу 5, 69 бөлу 8, 17 бөлу 3 және 30 бөлу 7 деп 4 тапсырма беріліп тұр екен. Бұл тапсырмаларды орындау үшін біз кәдімгі бағамдап бөлуді қолданамыз. Яғни 29-ды 5-ке бөлгенде біз 5-тен береміз, 25 болады, аржағында 4 қалады. Сонда бізде 5,4 қалдық. Яғни 29-ды 5-ке бөлсек 5,4 қалдық. Енді бұны қайта тексеру үшін не істеймін? Яғни 5-ті 5,ге көбейтсем 25,4 болады да, оған 4 қалдықты қосамын. Яғни 29 деген сан шықты. Сол секілді 69-ды 8-ге бөлсек 8,5 қалдық қалады екен. Қалғандарын видеодан қарап алыңыздар. 3-ші тапсырма қолдану деп аталады. Бұл жерде тиімді есептеу үшін көбейтудің теремділік, үлестірімділік және ауыстырымдық қасиеттерін қолдана аламын дейді. Көшіріп жазып, теремділік қасиетті қолдануға болатын мысалдардың астын қызыл, үлестірімдік қасиетті қолдануға болатын мысалдардың астын көк қарындашпен сыз дейді. Енді теремділік деген ол теріп-теріп бізге көбейтуге оңай болатын жердерін алу болса, ал үлестірімдік деген онда ол әр біреуіне жеке-жеке үлестіремін дегенді білдіреді екен. Мысалы 6 көбейту 4 көбейту 20 дегенді мен қызылмен белгілеп қойдым, себебі бұл жерде теремділік қасиет болады. Яғни 4-ті 20-ға көбейтсем 80, 80-ді 60-ға көбейтсем 480 деп есептей салуыма болады. Мына екінші көбейту деді, сол теремділік қасиетті қолданады екенбіз. Ал 5 қосу 2 көбейту 60 деген мен жасылмен белгілеп қойдым, себебі бұл жерде ауыстырымдық болады. Бұл жерде жаңағы жеке-жеке сыртында тұрған көбейткішті жақшаның ішіндегінің әр қайсына көбейтіп алып, бір-біріне қосу амалын жүргіземіз. Үлестірімдік болады. Талдау тапсырмасында есепті шығар дейді. Балалар көркем еңбек сабағы үшін 19 шырша бүршігін жинады. Әр қайсысына бірдей мөлшерде шырша бүршігін жұмсай отырып, олардан 6 бұйым жасады. Бір бұйымға неше шырша бүршігі қажет болды деген есеп екен. Енді бұнда есеп болғандықтан біз міндетті түрде оны қысқаша берілген жазады екенбіз. Яғни бізде бүршігіміз 19, бұйымымыз 6 болды. Бір бұйым үшін қанша бүршік қажет дейді. Олай болса біз 19-ды 6-ға бөлеміз. 19 6-ға ол тура бөлінбейді екен. 3,1 қалдық болады. Яғни сонда біз 3-3-тен барлығы 18 бүршікті 6 бұйымға жұмсадық, яғни бір бұйымға 3 бүршік кеткен екен. Ал бір бүршік бізде қолданылмай қалғанын көрсетеді. Жинақтау тапсырмасында көбейту мен бөлудің осындай түрін шығару кезінде балалардың қалай пайымдағанын тап дейді. Әрбір өрнекті тиісті есептеу тәсілімен біріктір. Яғни бір жағында өрнек беріліп тұрса, екінші жағында есептеу тәсілі беріліп тұр екен. Сол есептеу тәсіліменен өрнектің қай-қайсысы бір-біріне сәйкес келеді, соны бағдар сызықшалар арқылы сәйкестендіруіміз керек екен. Міне қарап тұрсақ, біріншісі асында 400 қосу 2 бөлу 2 дейді. Яғни 400 қосу 2 деген ол 402 болады да, оны 2-ге бөлем деген міне соңғы өрнек екен. Яғни сол екеуін
қызғылт түспенен біріктірдік. Әсін 402 көбейту 2 менен бордовый түспенен, Б-сын жасыл түспенен, В-ны қызғылт сары түспенен белгілеп қойдық. Енді бағалау дейді. Бұл соңғы тапсырма. Өзіңді тексеруде бір жерде 4 өрнек беріліп тұр екен, соның ішіндегі қателерді тауып түзетіп жаз дейді. Яғни мына берілген 4 өрнектің шығарылуында қате бар. Соны біз бірінші қарап, тауып, қайсы қате соны түзетуіміз керек екен. Енді бұны міне шығарылуын қарасақ, яғни 15 бөлу 2 тең 7 болады. Өйткені біз 2-ден береміз 14 болады, аржанда бір қалдық қалады. Міне осымыз бізде қате беріліп тұр екен, оны мен қоршамай жазып қойдым қалай дұрыс бөліну керегін, ал қалғандары барлығы ол дұрыс берілген өрнектер екен. Енді канал сіздерге тиімді деп ойлаймын. Сондықтан бірінші болып тапсырмаларды жаңа сақырыпты көргілерің келсе, подписаться